құмыра терапиясына сізге керекті заттар: құмыраның өзі, спиртованный, мына спиртке малынған мақталар, пинцет және осындай стоун тастар қазір ішке қойғанға жасалынады. Ары қарай қазір сіздерге процесті көрсететін боламын. Бүгін сіздерге құмыра терапиясын көрсететін боламыз. Ең алдымен құмыра терапиясын бастамас бұрын міндетті түрде висцеральный массаж болмаса гинекологический массаждарыңызды жасап аласыздар. Егер энурезге болатын болса энурезге, урологиялық массаж болатын болса урологический массаж жасайсыздар. Одан кейін науқастың терісіне мән бересіздер. То есть ол жерде ешқандай қызарған нәрселер, күдік туғызатын нәрселер, жаралар болмау керек, тері таза болу керек. Міндетті түрде қарсы көрсеткіштерін ескеріңіздер. Енді сіздерге құмыраны қалай қою керек, соны көрсетемін. Мынау бізде обычно стоун тасын дәл осындай кіндікке орналастырасыздар. Екінші кезекте осындай спиртованная вата, толық спиртке малынған вата, мақта, соны міне осылай жағамыз. Және де құмыраны сәл қыздырып осылай қоямыз. Өзі құмыра кішкене давка жасасаңыз тартады. Қатты тартма? Ол қазір жібереді. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай ішіндегі от автоматически өшіп қалады. Яғни сырттан вакуум образовать еткенде ішіндегі от ауа жетпегеннен уже өшеді. Сондықтан да іштегі от не болды деп уайымдайтын массажистер оны уайымдамаңыздар. Міне өте керемет орнықты біздің құмырамыз. Дәл осылай пациент 20 минут жатады. Басында ауырсыну болуы мүмкін, қатты тартылуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе оның бәрі басылады. Это все нормально. То есть осы арқылы біз кіндіктен өткен барлық суықты, ішкі ағзадағы суықты, женский жақтан болса женский жақтағы әртүрлі воспаленияларды дәл осы құмыра терапиясы арқылы аламыз. Тартылғаны басылды ғой. Дәл осылай 20 минутқа қалдырасыздар. Түк қиындығы жоқ. Істеріңізге сәттілік.